9 мамыр ұлы жеңіс күні. Ең қымбат, қуанышты да қайғылы мерекелі мейрам. Бұл мереке жанқияр ерліктің, еңселі ерліктің рухын өрлететін, жеңістің жалауын желбірететін қасиетті күн. Бүгінгі таңда тәуелсіздік тұғырымыздың берік, еңсеміздің биік болуыда, еліміздің өркендеп, жарқын болашаққа қарыштап қадам басуыда осы күннің арқасы деп білеміз. Ұлы Отан соғысы біздің халқымыздың, аға буын өкілдерінің, біздің әкелеріміз бен аналарымыздың биік рухын, ерлігі мен қаһармандығын әлемге танытқан қасиетті соғыс болса, ұлы жеңіс күні аға ұрпақтың ұлы ерлігін мәңгілік ел жадында сақтауға арналған қадірлі мереке. Мұқыры мен 10 жылдық Қазақстан ауылдарынан соғысқа небәрі 307 адам аттанған екен. Солардың 155-і отан қорғап қайтыс болса, 152 адам елге оралып, тылда еңбек еткен болатын. Олардың есімдері ешқашан ұмытылмақ емес. Ешкімде, еш нәрседе ұмытылмайды. 75 жыл болды, еліме жеңіс келгелі. Төріне елдің тыныштық болып енгелі. 75 жыл болды, бабалардың ерлікпен фашизмді ойсырата жеңгені. 75 жыл толды, күліп таңдар атқалы, қасіреттің жабылғалы қақпағы. 75 жыл бойы ұрпақтары боздақтың ерлікке арнап мәңгілік алау жаққаны.